Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі дақаға бойле мәлімат. Қырым пайтақтының ел басшысына яңы муавин тәйінленді. Кезлев Ялы кенарының реконструкциясы не себептен тоқтатылды? Сарыбаш көйінің сәкенлері яңғындан соң евін өтеклейлер. Келечек сене туристлер үшін Таврида қобас açılacak. Квадрокоптерлерінің сайплері үшін яңы қайделер. Қырмылар бұтын параларыны сағлық сақлап емескен коммуналь қожалық саларына yoламаға истек білдірділер. 2016 сенесі Жұмқұретіміздің сәкенлері масрафларының бір пайыны нақлет инфраструктурасына еш адамларының қол тұтуына тәсіл век курорт саларында құланмаға істеділер. Бұл ақта Қырымның вице-премьер везірі Ирина Кивеко білдірді. Бұндан ғайры Қырымның малия везірі ватандашларының сұравы бойынша нәтижелеріні тақдим етті, оны малия идаресі кечірді. Сұравның нәтижелері бойынша жемаат малиясіне мерақ қарарнен 94% артты. То есть года в год очень сильно меняются пожелания крымчан, куда бы они хотели направить бюджетные средства. Это о чем говорит? Это, знаете, как лакмусовая бумажка, где у нас что горит, да, потому что я вот сейчас покажу по опросу населения. У нас приняло 611 граждан. Ну, много это или мало, это, скажем так, активные граждане, которые захотели поучаствовать на портале правительства в опросе. Пилотсыз ұчқан камераларнен құланмақ үшін рұқсет олмады. Бүгін бұл ақта семинарда хабер етілді. Оны мәлімат везірлігі ве Крым аэронавигация филиалының қадимлері тешкілеттілер. Енді ава физасыны құланмақ ве уч біңі метр юксекліктен видео чықармақ үшін ұчқан камера қайды олынмақ керек. Бұндан ғайры Ростов шеріндегі координацион меркезіненде ұйғынлашу олмалы. Оларға тедбір кечірлеу кону фаалиетчі шыты районын сыңырлары учу башлаған ве екінленген вақыт ақында ариза yoламақ керек. Вы можете, допустим, снимать один какое-то определенное событие, да, тремя компаниями абсолютно разными, с тремя коптерами, но местный режим будет установлен один в интересах одного пользователя воздушного пространства, кто первый подал заявку. Тек февхуляде вазетлер юз берген вақыт ариза ресмелештірлігі керек дегалі, ама бұнын үшін МЧС қадимлерінден изын алмақ керек. Пайтақтымызда меморет юлбашчысының яңы муавины Александр Макарёлда. Журналист ветелі Албарыджыны бүгін Ахмеджет шершурасының 6-й невбеттен тыш сессиясында тайын еттілер. Проводили собеседование и остановились на Александре Макарем. Молодой, креативный, способный, целеустремленный. Он будет достойным членом нашей команды. Ойчкы саясет спорт мединет вешернан медини мирасы саларында кураторлық етежек. Откровенно понимаю, что придется сейчас штудировать многие законы, многие акты. Всецело надеюсь на поддержку нашей команды, потому что, как я сказал на выступлении, администрация – это инструмент в руках людей. Деңіз еріне қора шымды кезлевде Валентина Терешкова адына ялы кенарны толысынен қораладылар. Объектінің реконструкциясы бұтынле тоқтатылды. Тыш қызметшісінен олған аңлашмасы бозылды. Ишлерінің епсі беджер өлмеді, емде хаталар қачырылды. 200 яқын миллион рублелік авансда жойылды. Бұлар епсі жематны шашыртты, бұл вазетні мұғбірміз Айшы Шулакова ұгренді. Кезлев шерінің Сакина Анатолий Ефименко, Валентина Терешкова адына ялы кенарының реконструкция етілігі паспортыны огрене. Шымды бұл весиқа объект абаданлаштырылығы бойынша малюмат берген екене мен бадыр. Вообще ничего не ведется. Забор стоит, люди так вот ходят здесь, гуляют. На море даже не посмотреть. Как вы сами считаете? Правильно это? Алексей Семенович исе дeniz yerine қораға бақмақтан безді. Кышы құружилықның бітежегіне умудыны жойды. Когда мы будем работать? Так сразу, я скажу. Нефахача айтқана көре, 2 ел евелісі ялы кенарының реконструкциясы башланғанына қуванған еді. Өзі құрыжы олғаныны себебінден ішлерінің мерахнен көзеті еді. Енді есе олай атқан вақаларға чорлана. Шерлилердің ратлығы үшін екене ер аляда айрылған алда қала. А сейчас мне больно даже, вот проходишь, смотреть больно на это. Почему так? Почему не работает-то? Вопрос. Деньги украли.
Кезлев ялы кенарының зеңгін тарихы бар. Оны тап 19 асырның орталарында құрған еділер. Шерге зияретнен Валентина Терешкова келген сон тап 50 ел әвелісі ялы кенарына космонавт қадынның ады берілген еді. Ялы кенары ве оның этрafында ерлешкен Караев адына скверның реконструкциясы 17 сенесі декабрь айында башланды. Бұна федераль мақсадлы программа бойынша 700 миллиондан зияды рубль айырылды. Ишлерні ағымдаки сене курорт мевсімі башламаздан евел екіленмеген ететі еділер. Ләкин мұддетлер ер вақыт сүріледі. Енді есе ялы кенарының құрыжылығы бүтінле тоқтатылды. Ялы кенарында эки сунериф, уч бурун, яны басамақлар ве далға кесіджі иншаатлар бар. Құрыжылар тек бұны құрып етіштірділер. Белі олғаны кыбы бір қач объект құрылуында хаталар қачырылды. Волнолом, который ближе вот к Симферополю, он субподрядной организации выполнен с нарушениями, его надо демонтировать, разбирать и переделывать. Также, скажем так, были заменены материалы в ходе реализации проекта. Буанлашманын позулмасына эса себеп oldu. Шымды кездев мемуриеті инсафсыз тыш қызметчинен махкемелеші. О бюджеттен аман-аман 200 миллион рублей қайтармақ керек. Банковскую гарантию мы не можем вскрыть и вернуть авансовые платежи в бюджет, потому что у банка отозвана лицензия. Проблема есть, с ней занимаемся, работаем, ну, скажем так, мы ее озвучиваем на каждом уровне. Лейханын түзетілмесі мұдетлер башқа вақытта кечірілуіне себеп олды. Енді шер әкиметі Русия әкиметінден федераль мақсатлы программа бойынша 745 миллион рублей дегілді 1,5 миллиард рублей сұрай. Қырым Малия везірлігінде хабер еткенлеріне көре бұл ел объектінің құрыжылығына пара айрылмай жақ. Кележек сене есе 80 миллион рублей айрылмасы планаштырыла. Объектте не вақыт кенеді техника сесі әшітілежегі бұндан да ғайры ялы кенары ачылуының күні. Айы ве вақытты да белі дәгіл. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін Кезлев шәрі. Джурчи районын Сарыбаш көнде юз берген янгын Мелгиревлер Құрантасының евіндекі дамыны йоқытты. Шымды ев сәблері евні яныдан абаданлаштырып башладылар. Ве первасыз қалмаған инсанлардан ярдым сұрайлар. Янгынның себеплері ақында бізім мұхберлеріміз тариф етелер. Уже иның алдынан кіре атқанда мұнда совсем жарық аңламадым. Свет жағды. Сон бұл уже бабай су себейді алып неге? Сон балалар, екі баламда идейді алар. Зекия Мелгериева о дәшетлік күнні көз яшларынен хатырлай 4 күн evelse ашханеде котел патлады sonra бажасы. Учқынлар чеші тарафларға дар қалды. Күчлі елден дам тұташып янды. Кенет сау болсын қоңшылары. Қоңшылар тоғандай бүтін ярым поселоктың балалары келді. Бен шүкір сау олайды әміналары нетіп алар. Су ташып нетіп. Атешке қаршы көрешке бірінші чапқанлардан бірі Амет аға олды. Шу себептен нефақаджи түттен қоқысындан есіні жойды. Sonra оны хастаханеге алып кеттілер. Шымды о Красноперекопск шәрінде тұрынларының евінде болуна. Я задыхаюсь. Сон баламдың пенжересін ашылып, ona уда шашмалап. Янгынчылар келгенше атешні қомшылары сөндірмеге ярдым еттілер. Қомшылар чапқалап келіштілер. Қопқама су ташы, не ташы, балалар нелер. Мазғана МЧС'тен кегенже сөндірдік, елімізден кегенде яр тоқтатып тұрдық яңғынны. Бұ әвні Мелгериевлер Қырымға Өзбекистандан қайтып келген сон құрдылар башларына бойле беля тушер деп ижде тушын мейеділер. Әвнің ярысы янып бітті. Яқшы ки әвде кічік тұрынлары йоқ еді. Шымды қомшылары весой соплары дамны ғайрыдан тіклемеге ярдым етелер. Ну, еще предстоит очень много работы, потому что как бы жить здесь невозможно. Естественно, отделочные работы, но еще и крышу нужно все-таки как бы... Утеплить ее нужно будет. Кышқаджи әвнің сайыплері таваны дінештірмеге ве капиталь тамир ішлеріні кечермек кереклер. Оның үшін ашыққалар. Әслі башлы адамларға шымды мадди ярдым керек. Первасыз қалмағанлар экранларда көстерілген номерлар вастасынен айленен бағлана білелер. Султания Ситакаева, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Таврида Кубасны янды 2020 сенесі туристлер көріп олажақлар бұақ Талиханын ребері Геннадий Самохин хабиратты. Комплексте ярасты вейер усты экскурсиялары кечірлежек, туристік объекте голограммалар ярдымынен о вақыт ярмадада шаған 20 айван фигурасы жанландырыла. Қырымның ұсывасты дүниясы аққанда Невбетек Алифхамас. А какой же турист и без рюкзачка?
Все увидели? Вот вам как раз его сейчас и подсветили. Видите? Турист полный рост и с рюкзачком. Экскурсовод мермер хобасының морекеп сталагмитлеріні көстере. Бөле өсімтулер бинлерже йыллар девамында тавандан түшкен тамчылардан пейда олдылар. Шекиллерінің чешетлігі терен тесюрат қалдыра. Бұл сталагмит ишарет пармақ шекілінде. Экскурсоводлар о бізім үстімізде 20 метр ұзақлықта ерлешкен арабалар стоянкасына көстере деп шақалашалар. Мермер хобасында ондан зеде зал бар. Кемерлерінде спелеологлар өзлері кірешлер ачтылар. Вот этот проход уже делали спелеологи, он полностью был забит глиной. Қобанын эн буюк залы обвальный деп адландырыла. Она да зал перестройки дейлер. Бұл туристик объектлерінің мерақлы қысмыдыр. Бұл ерде акустика о қадар күчлюки экскурсовотларының айтқанларына көре 300 метр ұзақлықтан ішітілі. Бұл себептен залны концерт мейданы кібі қолланып башладылар. Классик музыкамында айрыжа дүлбер янғырай. Эмине Байырхасар хобасы тар аятлар ве буюк заллардан ибарет олған сувасты чарлығы. Оның теренлігі 120 метрден зиядедір. Эта пещера в первую очередь отличается от мраморной тем, что она вертикальная, то есть она достаточно глубоко уходит вниз. Естественный вход в эту пещеру тоже вертикальный глубокий колодец. И колодец достаточно большой. То есть сюда вместе с воздухом попадает пыль, частицы почвы. Про этот колодец было известно людям с давних времен, поэтому здесь не как в мраморной пещере беленькая и чистенькая, еще и такой черный налет присутствует. Это пыль и копоть от факелов и свечек. Туристик объектанда тапылған айванларының кемеклері себебінден рахбетле олды. Бұл айванлар бинлерже йыллар әвелсі этрафларда өміріте еділер. Здесь представлены найденные находки зоопалеонтологов в этой пещере. Это представители последнего ледникового периода. Первое – это антилопа сайга. Второй скелет – это бизон европейский, это ископаемый вид. И чуть дальше – олень благородный. Эмине Байырхасар хобасы эм кечмиште эм шымды яшаған айванларының эве олды. Бұл ел қанатлармында өзлеріні пек яқшы дуялар. Большой подкованос. Спелеологлар Қырымда бір ярым бенден зәйді хоба саялар, олардан тек 8-і донатылған. Таврида хобасы олардан бірі олачақ. Оны 2018 сенесі Қарасувбазар районында Таврида трассасы құрылған вақытта таптылар. Хобаның орта дәреже yüksеклігі 8 метр. Объект етхақатына ве оның ерінде илми ве туристик комплекслер яратылуына девлет 150 миллион рублей айырды. Открывая в начале подземную часть, мы привлекаем туристов, чтобы они удовлетворили свое любопытство, посмотреть, что же под землей из себя представляет пещера Таврида. Ерасты маршрутның ұзадлығы 800 метрны тәшкілете. Бұл ерде 3D экран ве голограммалар ярдымынен хобаның көрініші миллионларча йыллар эвелсін насыл олғаныны көстерерлер. Тәшкілетчілер Қырымда о деверде яшаған 20-ге яқын айванны таби бойда визуализация етмеге сөз берелер. Самый высокий – это южный слон высотой 4,5 метра, страус 3,5 метра высотой. То есть они натурально величины работают с полностью копировать, не просто будут игрушки, да, а с точки зрения палеонтологии скопированы, сделаны, как они были вживую. Тайны пещеры Таврида адлы туристик комплексның бірінші басамағы 2020 сенесі açmaға планлаштыралар. София Шукурова, Руслан Минаев, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ахмез жеттекі Талстова соқағы бойлап, кені машиналар қатына башлады. Елнын бұл қысмы октябрінің боранден қапалайды. Шымды көпірті бұнде екінлеже ішлер алып барыла. Мевзунын әджейі сайва девам ете. Талстова соқағында яныланған көпірден енгіл ве юк машиналары қатынай шер меркезі тарафына әрекет октябрның бірінден қапылайды. Кечкен авто құручылар асфальтын соңки қатыны төшеділер. Көпірнің пиадалер қысмында азырдегіл салгер озен үстінде қоралар yok. Шымды құручылар объектіні абадынлаштыралар, бордюрларны тегізлейлер. Бүгін құручылар көпір түбінде дуварларны ве бетон тіремелерін сылайлар. Бұндан сон олар бойланacaklar. Удаляли старый бетон, зачищали его и делали новое покрытие. Также у нас ведутся здесь работы установка опалубки. Здесь будет заливка бетона. Здесь была каменная кладка, она разрушилась. Мы ее будем, так скажем, восстанавливать. Не каменную кладку, а уже монолитное изделие. Евгений Федоров газ электро қайнақчы. Оның 20 елық тәжірибесі бар. Қырым көпірі құрылып біткен соң бірден Талстова соқағындаки объектке авушты. Бұл ерде реконструкцияның бірінші күнлерінен берілі çalışа. Удалили ограждение, посвязали все. Полотно сняли, раскрепили
несущие балки полностью подняли все. В данный момент занимаемся вот раскреплением опалубки, подливаем ее, чтобы не было усадки. Eski kaplama ko'chirilgan vaqt qazai ko'pir dazayda o'tirib qoldi. Onun uchun tiremelerni 20 santimetrga ko'tardilar ve maxsus rezna qat yerleştirildi. Ular ko'pir xizmat etgan muddatni davomli etacak. Tamir işlerini bu hafta devamında yakunlanacaklar. Bundan so'ng quruvchilar brigadasına Gagarina sokağında buyuk rekonstruksiya bekley. Bu ishni tish xizmetchi Tolstova sokağından Pavlenka sokağınaca asfalt qo'yilgan so'ng boshlayacak. Aleksandr Nevskiy sokağını noyabr 20'sinde açacaklar. Naciye Isayeva, Kim Bekirov, Millet uchun. Парковка, камерелер ve фотозоналар болетіп, кезлевде Аққұшлар өзенінің абаданлаштырмаға планлаштырыла. Язда Сасық Севаш өзені янында тұқынықлар ve араба қазалары олмамазлығы үшін шер акиметі боле қырарны чықарды. Яңы туристик объект насыл олажаға қында мұхбирimiz Айшы Шулакова тариф ете. Яз мевсімінде Сасық Севаш өзені туристер тарафындан кезлевнің ең севімлі ерлерінден бірідір. Оны да Аққұшлар өзені деп адлайлар. Бірінші құш чифті мұнда бір қачыл евелісі учып келді. Шымды оларның сайысы 100-ге якын. Яз мевсімінде Аққұшларнен ресім чекмек üçün адамлар арабаларыны ясақ етілген ерлерде қалдырып, yolны ясақ етілген ерлерде кечелер. Бөлелікнен қазаи вазиетлер яратыла. Туристлердің онайтлығы ve хавсызлығы үшін лейха бойынша 7000-ден зияде квадрат метрлік дамартаны абаданлаштырмақ қарары шығарылды. Оны газ қою станциясына якын ерде құрмаға планаштыралар. Мұнда парковка құрылacak, фотозоналар яратылacak. Бұнен бір сырада Аққұшларға аш бермек ve олар қышта bulunması үшін ерлер yapılacak. Leyhanı Malı Иерусалим adlı Кезлев Medeniyet Etnografik Merkezi omurge geçirecek. İş adamları endi öz tekliflerini yolladılar. Олар Аққұшлар өзенінің абаданлаштырылуына para ayırmağa hazırlar. Либо это будет наш местный муниципальный бюджет, либо, скорее всего, это будет в рамках государственно-частного партнерства. Найдем инвестора, который это сделает, ну и скажем так, сделает точку притяжения, уже благоустроенную. Leyhanı Cumhuriyetimizin vezirliklerinden ve idarelerinden uygunlaştırdılar. Кезлев Memuriyeti ise endi yanı turistik obyektinin kuruculuğuna razılıq berdi. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet üçün. Ахмезжетте Бутун Руси эстафета акциясы кечірілді. Георгиевский адына Тибе Академияның 50-ден зияде студенті Бутун Дүния инсульт күніне башланған флешмобны тешкілеттілер. Акцияның мақсады инсульт ве оның алиметлері ақында адамларға малюмат бермек. Идея флешмоба зародилась на материке, в одном из материковых университетов. Это всероссийский флешмоб. И мы, увидев его на просторах интернета, решили также принять в нем участие. Қырымда бір елда 7000 адам инсульт хасталығына ұғырай. Бұл мәліматны тибе илимлер докторы Лариса Карсунская сеслендірді. Бүгін Сағлық сақла везірлігі инсультқа ұғыраған хасталар тезже алышықлы омыр тарзына қайтмалары ұғырында чалыша. Министерством здравоохранения Республики Крым разработаны инструкции для скорой помощи, включая буквально номера домов и улиц всех абсолютно населенных пунктов, даже самых маленьких в Крыму. У нас созданы 6 первичных сосудистых отделений, региональный сосудистый центр в республиканской больнице Семаш. Сарабыз қасабасында Ислам Куртитовның қатырасына бағышланған Чаповда 150-ден зияде адам іштірак етті. Енгіл атлетика бойынша Эдманжының адына Ахмезжет, Керіч, Джанкой шерлерінден спортчылар ве әвескерлар аңдылар. Олар 3 километрлік месафені еңділер. Бұ ақта бізім левхамызда. 5, 4, 3, 2, 1, Uç eke bir ve sporçular Çapov'nu başlaylar. Sarabuzda idmancı İslam Kurtiyetov'na hatırasına Çapov başlandı. Каждый год у нас все больше и больше собирается на этот пробег. И очень важно вспомнить об этом человеке, что при жизни он организовывал детей и подростков и привлекал к занятию легкой атлетикой. И после смерти он продолжает собирать нас вместе. Yarışның iştirakçıları Karla Marksa, Бирюкова, Октябрьская sokaklarında çapalar. Büyükler için mesafe 3 kilometr, kenciler için ise 1 kilometrini teşkil etti. Бурса, член сборной команды по легкой атлетике Республики Крым.
Yarışlarda 100 elden ziyade adam iştirak etti. Onlardan arasında hem mutaxassislar hem aveskerlar oldu. En kenji iştirakçı 7 yaşında Vladislava Vog bu tedbirde ilk sefer çapa ve endi maqtanmağa yeri var. Я бегаю уже 2 года, и мне очень нравится. Ayşe Bagdurova için çapı çidamlığını sınab bakmak imkanıdır. O 2002 senesi ve bundan evvel doğanlar kategorisinde çapa. Oz mesafesini 10 dakika 40 saniyede çaptı. Endi Moskvada çapı yarışlarında iştirak etmeye niyet ettim. Мне забег очень понравился, так как очень хорошая погода была и бежалось легко. Yengil atletika boyunca çapı endi 4. keresi geçirili. Onun maksadı belli idmancı İslam Kursiyetov'un hatırasını ebedileştirmektir. O Sarabuz'da 1999 senesinden 2016 senegece çalışkan edi. Bu vakit devamında onlarca muvaffakiyetli sporçunu hazırladı. Onlar Cumhuriyetimizin çeşit seviyedeki yarışlarda takdim ettiler. Çapuvda İslam Kursiyetov'un talebeleri de iştirak ettiler. Alexander Sidletskiy yengillikten 3 kilometre mesafeni yendi ve ikinci yerge nail oldu. Вообще это величайший человек. Он заменил многим ребятам отца. Был сильным волевым человеком, с таким железным стальным характером. Вот. И он и сейчас помогает мне тренироваться там. Вспоминаешь какие-то его фразы, какие-то наставления. Galiplerini medaller ve kuboklarla mükafatladılar. Kalgan iştirakçılar Kırım Cumhuriyeti'nin Yengil Atletika Federasyası'ndan fahri yarlıklar elde ettiler. Necesava, Diana Bikmambetova, Ervin Emiraliyev, Millet için. Ноябрьнын 18-ден 20-сіне жейіпсі телепрограммалар янлавында технологик тенефюслер планлаштырыла. РТС Кировская антенна матчтайын шатларында кешлер бір күн девам етежек. Қырымда ел көтерілежек ве ава суыжақ. Бұл авта девамында ава ререті 12 градусқа же эксележек. Ярмадамызның чөл ве дағлық районларында геже аяз бекленелі. Ялы кенарында бұрасы жақча 4-6 дереже олажақ. Хатырлатамыз бұл сене қырымлыларны ең sıcақ көз қывандырды. Бөлі девамлы құры ава Қырымда 1987 сенесінден берлі олмағанады. Завтра начнется усиление северо-восточного ветра 8-13, местами 15-20 метров в секунду. А 21 и 22 ноября ожидаем очень сильный штормовой ветер. Опасное явление погоды 17-22 метра в секунду. Дневные температуры воздуха до конца рабочей недели, выходные дни и на следующей неделе ожидаем 7-12 градусов тепла. Вроде не холодно, но очень сильный северо-восточный ветер, вы представляете, какой несет дискомфорт. Қырымның футбол бойынша чемпионаты экваторны ашты. Бұрынжы қысымның нәтижелері бойынша турнир таблосында 5 лидер белгіленді. Бұрынжы Ердеев Патория футбол клубы ерлеше. О қалғанларны 5 балға оза. Қырым футбол бірлігі премьер-лига чемпионатында бұрынжы дайресінің нәтижелері бізім Невбетекелев қамызда. Футбол бойынша Қырым чемпионатының бірінші дайресі чықыш ойынында. Крым Теплица Ақяр тақымындан ұстын чыққанынен екенленді. Шымдаки чемпион кечкен еллық ойынға баққанда баяғы ұзақча. Чемпионатның лидері кезлевлелер кечкен мевсімде оғырсызлықтан сон Алексей Грачевның тақымы өз ойынына тапты. Нәтиже оларақ чемпионатта ең яқшы ұжым ве қорчаланып болды. Спорта будет именно подача идет, и Нуридинов все-таки забивает мяч. Чемпионатта 5 тақымдан ибарет группа баяғы артта қалды. 5 лидер жедвелінің сонки саттырында Қызылташ футбол клубы тура. Амма бақшырайлылар лидерлерінен эвелкі кыбы қиын күреш алып баралар. 4 мағлубиет ве 2 ютықсыз ойын. Надка, Нуридинов, Агафонов против него. Нуридинов продвигается вперед с мячом сам. Акемлер ве идманлар корпусының инкишафына Қырым футбол бірлігіне бұл ел 11 миллион рубле айырылды. Қырым футбол бірлігінің президенті Юрий Витоха хабер еткені кыбы бұл паралар идманчылар лицензион мектеплерді тасил алмасына да масраф етілежек. Oyun mevsimleri arasında Cumhuriyetimizin klubları ortaqlıq maçlarını keçirecekler. Qırım futbol birliginde qayt etkenlerine көре endi
8 клуб истек білдірді. Олар Қырымға келіп, спарринг матчлар кечірмеге азырылар. Мы их в первую очередь просили для наших тренеров, для наших судей и, конечно же, для тех обучающих семинаров, которые у нас катастрофически не хватает. Қырым футбол бірлігі премьер-лига чемпионатының 2-ші дайресі барде башланacak. Кезлевнің футбол клубы лидер унванını құрчаламаға тырышacak. Бұл насыл olacağını вақыт көстере. Мухаммед Зикиреев, Руслан Минаев, Эльдар Заитов, Милет үшін. Шымдықадақаға бұл қаберлерінің епседі реклама бөлігінден соң авар ретіні қачырманас қайырлы ақшамлар.